好, барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бүгін жай ғана және де біздің тақырыбымыз Қытай тіліндегі түстер ян, с. 那我们开始吧. Онда барлығымыз бірге бастайық. Жаңа айтып кеткенімдей, түс сөзі Қытай тілінде ян, с деп аталады екен. Ян екінші тонда түс, репутация, бет деген синонимдік мағыналарды білдірсе, с төртінші тонда түс деген мағынаны білдіреді екен. Айтып кететін нәрсе, с сөзін біз түстерге қосып айтамыз. Оны сіздер қазір мысалдардан да көре аласыздар. Сонымен біз базалық бірінші өзіміз білетін түстерден бастайық. Бәй с ақ түс. Хей с қара түс. Суретте көріп тұрғандарыңыздай, бірінші Қытай Халық Республикасының туын көріп тұрмыз. Қытай Халық Республикасының туының түсінің басты түсі ол қызыл түс. Оны біз Қытай тілінде хоң с деп атайды екенбіз. Ал келесі Қазақстан Республикасының туының түсі лән с көк түс болып табылады. Және де оларда сары түстер кездеседі. Сары түсті біз хуаң с деп атаймыз. Келесі түстерге назар аударайық. Сары түс немесе алтын түсті біз дин хуаң деп атайды екенбіз. Одан кейінгі түс фиолетовый деп орыс тілінде айтамыз, яғни көкшіл көгілдір түстерді с дейміз. Одан кейінгі түс ашық аспанның түсінде тен тин лән деген түс болып табылады. Бұл жердегі тен иероглифінің өзі аспан деген мағынаны білдіреді екен. Келесі өзіміз білетін бәй с ақ түс. Хы с бұл қоңыр түске арналады екен. Келесі тағы бір түсіміз бұл көк түстің бір бөлшегі, бір түрі болып табылады. Тен лән с, яғни бұл аспан түстес көк. Тағы да бір көк түстің түрі хай жүн с. Бұл жердегі хай деген сөзіміз теңіз деген мағынаны білдіреді. Яғни теңіздің түсінде қанық көк деген мағынаны білдіреді. Одан кейінгі түс лүй с. Бұл жасыл түс. Жүй с-ға келетін болсақ, бұл жердегі жүй деген сөздің өзі жеміс апельсинға байланысты шыққан. Бұл орыс тілінде айтқанда оранжевый деген түс болып табылады. Келесі өзіміз білетін хоң с қызыл түс. Фэн хоң қызғылт немесе орыс тілінде айтқанда розовый түске назар аударатын болсақ, бұл жерде де хоң сөзінің қосылуы арқылы келген болып табылады. Яғни қызыл түспен қосылу арқылы жасалып тұр. Бұл менің сіздерге кішкене ғана базалық Қытай тіліндегі түстерді таныстырып өттім. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет. 谢谢大家，再见，拜拜。